Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Менің есімім Айгерім. Менің YouTube каналыма жаңадан қосылып жатқан оқырмандарыма қош келдіңіздер деймін. Менің парақшамда жазылып, комментарий, өз пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Бүгін мен сіздерге ақша шақыратын симарон әдісін үйрететін боламын. Бұл енді бір санға табыну, или болмаса басқа нәрсеге табынып, Аллаға серік қосу емес. Тек симарон әдісі дегеніміз, бұл қызықты ойындар ойнау арқылы, әртүрлі нәрседен позитив табу арқылы жаңағы өміріңізді жақсы жаққа қарай өзгерту. Мен осы симарон техникасын жасап жүргеніме уже бірнеше жылдар болды. Өмірім жақсы жаққа өзгерді десем де болады. Бұл техника 9 санымен тікелей байланысты. 9 санын білегімізге, немесе қолымыздың бір жеріне, иығымызға мысалға жазып, қызыл түсті немесе жасыл түсті қаламмен жазып, мінекей мен өзіме білегіме жазамын үнемі. Қызыл түсті қаламмен, білегіме, мына жерде енді камерадан керісінше көрінуі мүмкін, бірақ 9 санын жазып, 3 рет қызыл түсті қаламмен қоршап, я кодирую себя на деньги деп айтатын боламыз. Және де бұны жазып алып, мен 9 сан жаздым, маған міндетті түрде ақша келу керек деп, аяқты аспаннан көтеріп қойып жатуға болмайды әрине. Әрекет ету керек. Әрекет бар жерде берекет бар демекші. Бұл кез келген техниканы жасаған кезде, техника әдістерді жасаған кезде, бұл нәрсені ұмытып кету керек адам. Сол кезде, сіз ұмытқан кезде барып, әрекет болады. Мысалға, мен өзім осы әдіс, бұл менің әдісім, әр адамның өзінің техникасы, әдісі, ақша шақыратын болады. Әр түрлі техникалар жасау арқылы ол сіздің техникаңыз екенін 2-3 айдың ішінде білуге болады. Сондықтан бұл техниканы мен үнемі жасаймын, жақсы көремін, ұнайды. Маған үнемі қаржы жағынан көмегім береді. Жазамын да ұмытып кетемін, жұмыстарымды жасап, ары қарай жүре беремін. Яғни 2-3 күннің көлемінде ойламаған жерден қаржы келеді. Сіздерге де бұл техниканы ұсынамын, жасап көріңіздер. Егер бұл техниканы жасағаннан кейін қаржылай өзгерістер болып, жақсы жаққа қарай өмірлеріңіз өзгеріп жатса, осы техникама, жаңағы видеома қайта оралып, өз пікірлеріңізді жазып кетулеріңізді сұраймын. Рахмет. Сау болыңыздар.